Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Апан, тамыр, бүршік, артқа, босқа, амалсыздан, бәрекелді, табылған ақыл, жалаңаш, білек, сабалау, ыршу, сона. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Берлога, корень, почка у растений, назад, зря впустую, вынужденно, браво, отлично, отличная идея, ногой, предплечье, хлестать, вскочить, слепень. Сөздердің тізімін қолданып, сіздерге мәтінді оқимын. Күтіп тұрыңыз. Аюлар. Ақ аю жер бетіндегі ең ірі жыртқыш. Ол тек Арктикада өмір сүреді. Бүкіл өмір мұз үстінде суда өткізеді. Ақ аю өте жақсы жүзеді және сүңгіді. Ол сағатына 5 километр жылдамдықпен ұзақ уақыт жүзе алады. Ол итбалықтармен, балықпен және құстармен қоректенеді. Еркек аюдың салмағы 1000 килограмм шамасында. Керекейінің салмағы 700 килограммдай болады. Керекей қонжықтарын қар өңірде туады. Олар жетілгенше апаннан шықпайды. Қоңыр аюлар Еуропаны, Азияны және солтүстік Американы мекендейді. Олар жазықта да, тауда да, орманда да және көшік су бар жерде тіршілік етеді. Қоңыр аюлар жеміс жидек, шөп тамырларымен қоректенеді. Құрт құмырсқа, бақа, балықтарды жейді. Аюбалды жақсы көреді. Күзде аю апан қазады. Апанда ол көктемге дейін ұйықтайды. Аюдың ұйқысы сергек болады. Ұйқы кезінде дене қызуы төмендейді. Аюдың керекейі былтырғы қонжықтарымен жатады. Олар жас қонжықтарды қарауға көмектеседі. Қонжықтар енесімен 2 жасқа дейін бірге жүреді. Аюдың баласы әдетте 2 болады. Олар қаңтар-ақпанда дүниеге келеді. Туғанда салмағы 700 грамм шамасында болады. Өскенде 750 килограмм, дене тұрқы 1,5 метр болады. Қоңыр аюлар 50 жылдай өмір сүреді. Таутеке. Дене тұрқы 160 сантиметр, биіктігі 100 сантиметр, салмағы 100 килограммдай. Таукенің қылыш, тәріздес қайқы қылген мүйізі бар. Текесінің мүйізі жуан және ұзын, 130 сантиметрдей, ал ешкісінің мүйізі одан 2 еседей кіші. Таутеке оңтүстік Сібір, Орта және Орталық Азия тауларында өмір сүреді. Қазақстанның Жоңғар, Кетпен, Теріскей, Күнгей иле алатауларында таралады. Таутеке таудың биік және аса қиын жерлерін мекендейді. Ол жерге қасқыр бара алмайды. Таутеке жақсы секіреді. 3,5 метрдей биіктіктен емін еркін секіріп түседі. Жаудан осылай секіріп қорғанады. Тауешке сәуір мамыр айларында лақтайды. 1-2 лақ туады. Таутеке өсімдік ағаш бұталарының бүршіктерін, жапырақтарды жейді. Жазда өте биікте болады. Қыста төмен түсіп жайылады. Қазақстанда таутеке азайып кеткен. Медведи. Белый медведь
Самый крупный наземный хищник на Земле. Он обитает только в Арктике. Всю свою жизнь проводит на льду и в воде. Белый медведь очень хорошо плавает и ныряет. Он может долго плыть со скоростью 5 км в час. Питается тюленями, рыбой и птицами. Вес самца медведя достигает примерно 1000 кг, а вес самки около 700 кг. Самка рождает медвежат в снежной берлоге. Они не выходят из убежища, пока не подрастут. Бурые медведи обитают в Европе, Азии и Северной Америке. Они живут на равнинах, в горах, в лесах и в местах, где есть небольшие озера. Бурые медведи питаются ягодами, кореньями трав, едят червей, насекомых, лягушек и рыбу. Медведь очень любит мед. Осенью медведь выкапывает берлогу. В берлоге он спит до весны. Сон у медведя чуткий. Во время сна температура его тела понижается. Самка медведя ложится со своими прошлогодними медвежатами. Они помогают присматривать за новорожденными медвежатами. Медвежата ходят с матерью до 2 лет. У медведицы обычно рождается 2 детенышей. Они появляются на свет в январе-феврале. При рождении они весят около 700 грамм, а когда вырастают, их вес достигает 750 килограмм, а длина тела 1,5 метра. Бурые медведи живут около 50 лет. Горный козел Тике. Длина тела достигает 160 сантиметров, высота 100 сантиметров, вес около 100 килограмм. У горного козла изогнутые рога, похожие на сабли. Рога самца плотные и длинные, около 130 сантиметров, а рога самки примерно вдвое меньше. Горный козел обитает в горах Южной Сибири, Средней и Центральной Азии. В Казахстане он распространен в горах Джунгарского Алатау, Кетпен, Терский Алатау, Кунге Алатау и Или Алатау. Горный козел населяет высокие и труднодоступные места в горах, куда не может забраться волк. Он отлично прыгает и может легко спрыгивать с высоты около 3,5 метров. Так он защищается от врага. Самка горного козла приносит потомство в апреле-мае. Рождается 1-2 козленка. Горный козел питается растениями, почками и листьями кустарников. Летом он держится очень высоко в горах, а зимой спускается ниже для кормежки. В Казахстане численность горного козла сократилась.